Көп адамдар әлеуметтік көмек дегенде үлкен ұйымдарды, ұжымдарды елестетеді. Бірақ шын мәнінде көмек деген сөздің бастауы әлдеқайда қарапайым. Апай, сізге көмектесейін ба? Жоқ, нормально көмектесе аламын, әкеліңіз. Сіз де шаршаған шығарсыз. Бәріңіз бұны қалай істейді, көрсетіп жіберсеңіз. Small actions create real impact, and sometimes that is enough. Кейде кішкентай әрекеттердің өзі біреудің күнін өзгерте алады. Көмек деген әрқашанда үлкен әрекеттер емес, кейде ол ешкім байқамайтын кішкентай нәрсе де болады. Біз көбіне кішкентай әрекеттер ештеңені өзгертпейді деп ойлаймыз. Сондықтан да кішкентай сәттерді байқамаймыз. Helping others is not about being special. It's about not ignoring the problems of the world. Адамдарға әрдайым шешім емес, тек кейде ғана қолдау қажет. Осындай істің өзі қиын болғаны менен де еңбегі мықты. Және де бұл еңбекті осындай үлкен апаларымыз өзінің терімен табысын тауып жүр. Сондықтан да жастарға айтатыным, жай ғана бейжай өтіп кетпей, кейде қолдаудың өзі де бір үлкен ғанибет болып саналады. Болды ма? Жақсылық жасау жүректің байлығы, ал көмек беру адамгершіліктің белгісі. Шын мәнінде көмек деген ол ерекше зат емес, ол біздің күнделікті таңдауымыз.